Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Бердібек Жоламан. Бүгін біз номері 115-ші сабағымызды бастаймыз. Разрядтан бір рет атап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Ұлы композиторлар мен музыканттар. Сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдануды үйренесің. Бірінші есеп. Моцарт 17 жасқа келгенше 4 опера, одан 3 есе артық симфония. Симфониядан 2 есе артық соната жазған. Осы уақыттарда жас композитор барлығы қанша ірі шығарма жазған? Опера 4, симфония белгісіз, бірақ ол операға қарағанда 3 есе артық. Соната белгісіз, ол симфонияға қарағанда 2 есе артық, және барлығы қанша шығарма екенін табуымыз керек. 4-ті 3-ке көбейтеміз, ол бізде 12 болады, олай болса 12 симфония жазылған. Енді біздер қанша соната екенін табу үшін оны 2-ке көбейтеміз. 12-ні 2-ке өткенде 24 шығады. Енді барлығын қосамыз. Опера 4, симфония 12, соната 24. Барлығын қосқанда 40 шығады. Жауабы осы уақыттарда жас композитор барлығы 40 ірі шығарма жазған. Екінші есеп, А нұсқасы. Көбейту қалай орындалғанына қара. 23 көбейтілген 5. 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15 болады, 5-ін жазамыз, бірі ойда. 2-ні 5-ке өткенде 10 болады, оған 1-ді қосқанда 11 шығады. Жауабы 115. А нұсқасы бөлу қалай орындалғанына қара. 115-ті 5-ке бөлеміз. Қараңыздар, біздер 1-ді 5-ке бөле алмаймыз. Сондықтан 11-ді алайық. 11-ді 5-ке бөлетін болсақ, 2-ден береміз, 2 5-ім 10 болады. 11-ден 10 азайтқанда 1 шығады. 5 жазып қоямыз. 15-ті 5-ке бөлгенде 3 болады. 5 3-ім 15. 15-тен 15 алғанда 0 шығады. Жауабы 23. Үшінші есеп. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. А нұсқасы. 47 көбейтілген 2. 7 2-ім 14. 4-ін жазамыз. 1-і ойда. 4 2-ім 8. 1 қосқанда 9 шығады. 42 көбейтілген 3. 2 3-ім 6. 4 3-ім 12. 26 шығады. 84 бөлінген 6. 8-ді 6-ға бөлгенде 1 шығады. 1 6-ым 6. 8-ден 6 алғанда 2 болады. 4 жазамыз 24. 24-ті 6-ға бөлгенде 4 болады. 4 6-ым 24. Азайтқанда 0. Жауабы 14 шығады. А нұсқасы. 84 бөлінген 7. 8-ді 7-ге бөлгенде 1. 1 7-ім 7. 8-ден 7 алғанда 1 шығады. 4 жазып қоямыз. 14-ті 7-ге бөлгенде 2 болады. 2 7-ім 14. Азайтқанда 0. Жауабы 12. 18 көбейтілген 4. 8 4-ім 32. 2-сін жазамыз, 3-і ойда. 1 4-ім 4, оған 3 қосқанда 7 шығады. Жауабы 72. 27 көбейтілген 3. 7 3-ім 21. 1-ін жазамыз, 2 ойда. 2 3-ім 6, 2 қосқанда 8 шығады. Жауабы 81. 133 көбейтілген 3. 3 3-ім 9, 3 3-ім 9, 1 3-ім 3. 399 шығады. 234 көбейтілген 2. 4 2-ім 8, 3 2-ім 6, 2 2-ім 4, жауабы 468. 936 бөлінген 3. 9-ды 3-ке бөлгенде 3 шығады, 3 3-ім 9. 3-ті 3-ке бөлеміз 1, 1 3-ім 3. 6-ны 3-ке бөлеміз 2, 2 3-ім 6, азайтқанда 0, жауабы 312. 111 бөлінген 3. 1 3-ке бөлінбейді, сондықтан 11-ді аламыз. 11-ді 3-ке бөлгенде 3-тен береміз, 3 3-ім 9. 11-ден 9 азайтқанда 2 шығады, 1-ді түсіреміз, 21 болады. 21-ді 3-ке бөлгенде 7 болады, 7 3-ім 21. 21-ден 21 азайтқанда 0 шығады, жауабы 37. 154 бөлінген 7. 1-ді 7-ге бөле алмаймыз, сондықтан 15-ті 7-ге бөлеміз. 15-ті 7-ге бөлгенде 2-ден береміз. 2 7-ім 14. 15-тен 14 азайтқанда 1 шығады, 4-ті жазып қоямыз. 14-ті 7-ге бөлгенде 2 болады, 2 7-ім 14, азайтқанда 0, жауабы 22. 1-ді 2-ге бөле алмаймыз, сондықтан 13-ті аламыз. 13-ті 2-ге бөлгенде 6-тан береміз, 2 6-ым 12. 13-тен 12 алғанда 1 шығады, 4 жазып қоямыз. 14-ті 2-ге бөлгенде 7 шығады, 2 7-ім 14, азайтқанда 0, жауабы 67. Төртінші есеп. Теңдеулерді шеш. 135 бөлінген 5 қосылған y тең болады 542. 135-ті 5-ке бөлеміз, 27 болады. 27 қосылған y тең болады 542. Y табу үшін 542-ден 27-ні азайтамыз. Ол бізде 515 болады. Y-дің орнына 515 қоямыз. Сонда бізде 542-ке тең болады. X азайтылған 39 көбейтілген 4 тең болады 150. 39-ды 4-ке көбейткенде 156 шығады. X азайтылған 156 тең болады 150. X табу үшін 150-ге 156-ны қосамыз. Ол бізде 306 шығады. X орнына 306-ны қоямыз. Олай болса, тексерген кезде бізде 150 тең болады 150-ге. Y азайтылған 69 көбейтілген 4 тең болады 500. 69-ды 4-ке көбейтеміз, 276 болады. Y азайтылған 276 тең болады 500-ге. Y табу үшін 500-ге 276-ны қосамыз. Ол бізде 776 болады. Y-дің орнына 776-ны қоямыз. 776 азайтылған 69 көбейтілген 4. Ол бізде 500-ге тең болады. 900 азайтылған x тең болады 216 бөлінген 3. 216-ны 3-ке бөлетін болсақ 72 болады. X табу үшін
900-ден 72-ні азайтамыз. Ол бізде 828 шығады. X тонна 828-ді қоямыз, тексерген кезде 72-72-ге тең болады. Бесінші есеп, есепті шығар. А нұсқасы. Классикалық музыка концертіне бірінші күні 26 билет, ал екінші күні одан 5 есе артық билет сатылды. Бірінші және екінші күні қанша билет сатылған болса, үшінші күні сонша билет сатылды. Үш күнде барлығы қанша билет сатылды? Бірінші күні 26 билет, екінші күні белгісіз, бірақ ол 5 есе артық дейді. Ал үшінші күні белгісіз, бірінші және екінші күні қанша болатын болса, үшінші күні сонша болады. Енді барлығын табуымыз керек. Шешуі 26-ны 5-ке өтеміз. Ол бізде 130-ға тең болады. Олай болса, екінші күні 130 билет сатылды. Енді біздер бірінші күн мен екінші күнді қосамыз. 26-ға 130-ды қосамыз, ол бізде 156 шығады. Үшінші күні 156 билет сатылды. Енді бірінші күн, екінші күн, үшінші күн барлығын қосатын болсақ, бізде 312 шығады. Жауабы 3 күнде барлығы 312 билет сатылды. Ән нұсқасы. Өрнек бойынша есеп құрастырып, оны шығар. 26 көбейтілген 5 азайтылған 26. Қараңыздар, бірінші күні 26 билет. Екінші күні белгісіз, бірақ бірінші күнге қарағанда 5 есе артық. Енді олар бірін салыстыратын болсақ, қанша артық дейді. 26-ны 5-ке өтеміз, 130 болады. 130-дан 26-ны азайтатын болсақ, 104 шығады. Жауабы, екінші күні бірінші күнге қарағанда 104 билет артық сатылды. Бұл нұсқасы. Осы деректерді пайдаланып, өзін есеп құрастыр. Бірінші күні 26 билет, екінші күні белгісіз, бірақ бірінші күнге қарағанда 5 есе артық. Үшінші күні белгісіз, бірінші және екінші күні барлығы қанша болса, үшінші күні сонша билет сатылған. Екінші күн табу үшін 26-ны 5-ке көбейтеміз, ол бізде 130-ға тең болады. Енді біздер бірінші күн мен екінші күнді қосамыз. 26-ға 130-ды қосқанда 156 шығады. Олай болса, үшінші күні 156 билет сатылды. Есепте тексеруді орында. 113 сантиметр көбейтілген 5. 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15 болады. 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 1 5-ін 5, оған 1 қосқанда 6 болады. 1 5-ін 5, 565 шығады. 565-ті 5-ке бөлеміз. 5-ті 5-ке бөлгенде 1 болады. 1 5-ін 5. 6-ны 5-ке бөлгенде 1, 1 5-ін 5. 6-тан 5 алғанда 1 шығады. 5-ті түсіреміз. 15-ті 5-ке бөлгенде 3, 3 5-ін 15, азайтқанда 0, жауабы 113. 421 килограмм көбейтілген 2, ол бізде 842 килограмм болады. Есептейміз. 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 842 килограмм шығады. Енді біз оны 2-ге бөлеміз. 842-ні 2-ге бөлеміз. 8-ді 2-ге бөлгенде 4 болады. 4 2 8. 4-ті 2-ге бөлгенде 2, 2 2 4. 2-ні 2-ге бөлгенде 1, 1 2 2, азайтқанда 0, сонда бізде 421 шығады. 184 метр бөлінген 2, тең 92 метр. 18 2-ге бөлеміз, ол бізде 9-дан береміз. 2 9 18. 18-ден 18 алғанда 0 шығады. 4-ті түсіреміз. 4-ті 2-ге бөлгенде 2-ден береміз. 2 2 4, азайтқанда 0, жауабы 92. Тексереміз. 92-ні 2-ге көбейтеміз. 2 2 4, 9 2 18, 184 шығады. 484 килограмм бөлінген 4, тең болады 121 килограмм. 484-ті 4-ке бөлеміз. 4-ті 4-ке бөлгенде 1 шығады. 1 4 4. 8 4-ке бөлгенде 2, 2 4 8. 4-ті 4-ке бөлгенде 1, 1 4 4, азайтқанда 0, жауабы 21. Тексереміз. 21-ді 4-ке көбейтеміз. 1 4 4 болады. 2 4 8, 1 4 4, жауабы 484. 223 литр көбейтілген 3, тең болады 669 литр. 223-ті 3-ке көбейтеміз. 3 3 9, 2 3 6, 2 3 6, 669 шығады. Тексереміз. 669-ды 3-ке бөлейік. 6-ны 3-ке бөлгенде 2-ден береміз. 2 3 6. 6-ны 3-ке бөлеміз 2, 2 3 6. 9 3-ке бөлгенде 3, 3 9, азайтқанда 0, жауабы 223. 693 мм бөлінген 3, тең болады 231 мм. 693-ті 3-ке бөлейік. 6-ны 3-ке бөлгенде 2 болады. 2 3 6. 9 3-ке бөлгенде 3, 3 9. 3-ті 3-ке бөлгенде 1, 1 3 3, азайтқанда 0, жауабы 231. Тексереміз. 231-ді 3-ке көбейтеміз. 1 3 3 болады. 3 9, 2 3 6, 693 шығады. 7-ші есеп. Өрнектері баған түрінде жаз және есепте. 16 көбейтілген 4. 6 4 24, 4-ін жазамыз 2 ойда. 1 4 4, оған 2 қосқанда 6 шығады. Жауабы 64. 35 көбейтілген 5. 5 5 25. 5-ін жазамыз 2 ойда. 3 5 15, оған 2 қосқанда 17, 175 шығады. 438 бөлінген 2. 4-ті 2-ке бөлеміз 2, 2 2 4. 3-ті 2-ке бөлеміз 1, 1 2 2, 3-тен 2 алғанда 1 шығады. 8 түсіреміз, 18 болады. 18 2-ке бөлгенде 9 болады. 9 2 18, азайтқанда 0, жауабы 219. 492 бөлінген 6. 4 6-ға бөлінбейді, сондықтан 49-ды 6-ға бөлеміз. 49-ды 6-ға бөлгенде 8-ден береміз. 8 6 48 болады. 49-дан 48 азайтқанда 1 шығады.
екіні жазып қоямыз. 12. 12-ні 6-ға бөлгенде 2 болады. 2 6 12, айтқанда 0, жауабы 82. 456 қосылған 379. 6-ға 9 қосқанда 15 болады. 5-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 7 қосқанда 13 болады. 3-ін жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 4 қосқанда 5, 5-ге 3 қосқанда 8. Жауабы 835. 945-тен 657-ні азайтамыз. 5-тен 7-ні азайта алмаймыз. Сондықтан 4 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықта көмек береді. 1 ондық 10 бірлік кетен. 10-ға 5 қосқанда 15, 15-тен 7 алғанда 8 болады. 3-тен 5 азайта алмаймыз. Сондықтан 9 жүздіктен көмек сұраймыз. Ол бізге 1 жүздікте көмек береді. 1 жүздік 10 ондыққа тең. 10-ға 3 қосқанда 13, 13-тен 5 алғанда 8 болады. 8-ден 6 алғанда 2 болады. Жауабы 288. 1000 азайтылған 698. 0-ден 8 азайта алмаймыз. Сондықтан 1 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықта көмек береді. 1 мыңдық 9 жүздік 9 ондық 10 бірлік болады. 10-нан 8 алғанда 2 болады. 9-дан 9 алғанда 0 шығады. 9-дан 6 алғанда 3 шығады. 302. 178 қосылған 148. 8-ге 8 қосқанда 16 болады. 6-сын жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 8-ге 4 қосқанда 12. 2-сын жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 1 қосқанда 2, 2-ге 7 қосқанда 9 шығады. Жауабы 926. 8-ші есеп. Теңдіктер тура болатындай барлық сандардың арасына амалдар таңбасын қой. Бізде мысалы 8 шығу керек. Есептеп көрейік. 1-ге 2 қосқанда 3 болады. 3-тен 3 алғанда 0 болады. Одан кейін 0-ге 4 қосқанда 4, 4-ге 5 қосқанда 9, 9-ға 6 қосқанда 15, 15-тен 7 алғанда 8 шығады. Келесі бізде 9 шығу керек. Олай болса, 1-ге 2 қосамыз 3 болады, 3-ге 3 қосқанда 6 болады, 6-ға 4 қосқанда 10 болады. Біз оны жақшалап қойдық. Енді 10-ды 5-ке бөлеміз, ол біз 2-ге тең болады. 2-ге 6 қосқанда 8 болады, 8-ден 7 алғанда 1 болады, 1-ге 8 қосқанда 9 шығады. Келесі бұл нұсқасы. Бізде бұл жерде 10 шығу керек. Алдымен біздер 3 пен 4-ті көбейтеміз. Ол бізде 12 болады. Одан кейін 1-ге 2 қосқанда 3 болады, 3-ге 12 қосқанда 15 болады. 15-тен 5 алғанда 10 болады, 10-ға 6 қосқанда 16, 16-тан 7 алғанда 9, 9-дан 8 алғанда 1, 1-ге 9 қосқанда 10 шығады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.